Барлығына сәлем достар. Бүгінгі видеода біз тігін машинасындағы бірнеше тігіс түрімен танысып, ілмек жасауды үйренетін боламыз. Алдыңғы видеода тігін машинасын жұмысқа дайындап, үстіңгі астыңғы жіпті сабақтауды үйрендік. Егер ол видеоны көрмеген болсаңыз, бірінші соны көріп, содан кейін осы видеоға қайта оралыңыз. Ендеше бастаймыз. Тікпестен бұрын сізге түзу тігіс тігудің құпиясын айтып кетейін. Ол өте оңай. Алдыңызда мынау панель тұр, иә. Осы жерде 10, 15, 20 деген сандар тұр. Бұл дегеніміз 10 дегеніміз мына инеден 10-ға қарай 10 мм арақашықтық деген сөз, яғни 1 см. 15 дегеніміз 1,5 см немесе 15 мм. Мына инеден 20-ға дейін 2 см арақашықтық деген сөз. Енді тіккен кезде сіз осылай матаны осы 10-ның бойына әкеліп тігетін болсаңыз, қисайтпай, сонда сізде түп-түзу тігіс шығады. Егер 2 см арақашықтық тігу керек болса, осы 20-ға матаны дәлдеп отырасыз. Сонда 2 см арақашықтыққа тігетін болады. Түзу тігіс тігіп көрейік. Ол үшін селекторды жылыштып аға кеп қоямыз. Ұзындығы 2,5 болсын, 2,5 мм болсын. Енді матаны дәлдеп қоямыз. Маховикті өзімізге бұраймыз. Ине түседі сонда. Лапканы да түсіреміз. Педальді ақырын басып тігеміз. Закрепка беру үшін реверсті басып 1-2 тігіс жасаймыз. Алдыға кете береміз. Соңына келгенде тағы да закрепка береміз. 1-2 түсіреміз. Енді ең алдымен лапканы көтереміз. Матаны тартамыз. Және мына бұрышта, мынау бізде пышақ. Қайшының көмегінсіз осылай кесуге болады. Мінекей түп-түзу тігіс шықты. Енді біз зигзагпен тігіп көрейік. Ол үшін бізге сыға ауыстыру керек селекторды. Зигзагтың ұзындығын 2-ге қойайық. Тігу барысында өзгертіп көреміз. Инені түсіреміз. Лапканы түсіреміз. Зигзагта тұр. Ұзындықты өзгертіп көрейік 4-ге. 1-ге өзгертейік. Және 0 мен 1-дің ортасы болсын. 3-ге қойайық. Мінекей. Осындай түрлі тігіс шығады. Ұзындығына байланысты өзгерте бересіз. Бізде селекторда G-ға ғана дейін тұр, астыңғы тігіске қалай ауыстырамыз? Ол үшін бізде ұзындығы жақта SS деген қызыл белгі бар. Соған әкеп қоямыз. SS-ті қойып селекторды таңдасақ, бірден астыңғы тігістерге ауысады. Біз мына D-ның астындағы тігіспен тігіп көрейік. D-ға ауыстырдық, SS-ке қойдық, мына тігіс таңдалынды. Инені түсіреміз. Лапканы түсіреміз. Тіктік. Осылай тігіс түрін ауыстырғанда міндетті түрде инені көтереміз. Себебі ине астында болып сіз селекторды өзгертсеңіз, ине сынып кетеді бірден. Енді біз мына F-ті тігіп көрейік. Осындай түрлі тігістер шығады. Енді біз ілмек тігуді үйренейік. Ол үшін бізге түйме қажет. Түйменің диаметрі 2 см. Біз 2,5 см ілмек жасап көрейік. Осылай бормен сызып аламыз. Енді тігін машинасында біз ілмектің функциясын таңдауымыз қажет. Ол үшін біз селекторды мына суретке әкеп қоюымыз қажет. Мінекей, бірінші алдыға тігеміз, сосын жанына, сосын 3-пен артқа қайтамыз, 4-пен мына 1-ді қосамыз. Ұзындығы 0 мен 1-дің ортасында болады. Мінекей қойды. Енді бізге лапканы ауыстыру қажет. Лапканы ауыстыру үшін арт жағындағы батырманы өзімізге қарай басамыз. Лапка түсіп қалады. Көптеген тұрмыстық тігін машиналарында осындай полуавтомат лапка комплектіде жүреді. Енді осы жерден 2,5-ді өлшейміз. 2,5 дегеніміз соңғының алдындағы қызыл сызық. Тақап тұрамыз. Кнопканы басып жіберген кезде осылай іліп алып қалады. Инемізді түсіреміз. Енді тігетін боламыз. Тартпаймыз, созбаймыз, тек осылай ұстап отырамыз. Қызыл сызыққа жақындағанда тоқтаймыз. Ине астында болса, міндетті түрде көтереміз. Тек содан кейін ғана селекторды ауыстырамыз. Біз 2-мен жанын тігіп алдық, енді 3-ге ауыстырып арт жаққа қайтамыз. Инемізді көтеріп, енді 4-ге қоямыз. Дайын болды. Инеміз көтеріп тұр, лапканы көтереміз. Матаны тартып, осылай қиып аламыз. Мінекей бізде осындай ілмек пайда болды. Түйреуішті бірінші сыртқа кіргіземіз, сосын ілмектің ортасына және сыртқа шығарамыз қайта. Мінекей осындай түйме қадайтын ілмек пайда болды. Осымен видеомыз соңына жетті. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше.